Біз цифрлы заманда өмір сүріп жатырмыз. Күніміз лайкпен басталып, комментпен аяқталады. Біз үшін виртуалды әлем шын өмірден маңыздырақ болып кетті. Бірақ біз бір нәрсені ұмыттық. Экранның арғы жағында робот емес, тірі адам отыр. Оның да жаны ауырады, оның да сезімі бар. Мынау сондай тарихтың бірі. Бұл Аяланың хикаясы. Ол да сен сияқты, мен сияқты қарапайым қыз еді. Ол тек осы әлемнен өз орнын тапқысы келді. Бір қате видео немесе біреуге ұнамай қалған сурет, соққы қайдан келерін білмейсің. Желідегі хейт бірте-бірте шынайы өмірге көшті. Видео келемеш, деді түсіністеушілер. Ол тығылатын жерді тапты. Аяла, сен әлі киімдерін жинамағансың ба? Мен қанша рет айттым саған жина деп. Туф, мам, сосын жинаймын ғой, не мешай. Тіпті сабағына да баруды қойды. Бірақ бәрі қысқаша болуы мүмкін еді. Дәл сол сөздер, дәл сол хейт. Бірақ бұл жолы Аяла оларды жүрегіне жақын алмады. Ол үндемей қиналуды емес, сөйлесуді таңдады. Өйткені жанындағы шынайы адамдар экрандағы мыңдаған бейтаныстан маңыздырақ. Біз бұл тарихты неге айтып жатырмыз? Өйткені мұны тоқтату сенің қолыңда. Бір ауыз жылы сөз, бір қолдау, біреудің тағдырын шешу мүмкін. Интернет бұл жай ғана құрал, ал адам болып қалу сенің таңдауың.